Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер. Мен қазір үй жылыту отоплениесін жүргізіп жатырмын. Жалғыз өзім. Бұл проекті подача обратка, яғни бару мен кіріс пен шығыс пен кіріс дейді ғой. Кірісі де бар, шығысы да бар. Менде екі трубалық, яғни независимо ол жүре береді да, ешкімге бағынбайды. Бұл тек бойынан алып кетеміз, яғни мына кіріс болса, мына шығыс болып кетеді да, мынаның аршаға котел. Сосын мен үй салған кезде, үй құрылыс жасаған кезде, осындай қылып, яғни 6-5 сантиметрдей бұлайнан стяжканы құйдырып кеттім да, ертең балшықтың астында алып қояды. Бірақ оған дейін бұл біраз тексерістен өткізіледі, содан кейін барып бетін балшықпен жамайтын боламын. Міне көрдіңіздер, қазір мынау менің өзімде жүйрегімде екі қабат деуге болады. Яғни жоғарғы қабатымыз ол бірінші қабат, сосын цокольдық қабатымыз бар. Цокольный этаж дейді ғой, подвал дейді. Сол мынау қазір мен үстіңгі жағын бейметалл қойдым. Төменгі этажға алюминиевый қойдым. Осына бейметалдан бітеді да, астыңның барлығы алюмин. Міне қазір жан-жақтан тиісіп кіргізіп қойдым. Осылай. Ертең бір-біріне жалғап, тек бойынан тек ана неге отоплениеге жалғап кете береміз. Міне былайынан келеді, мынау зал бөлмесі. Үлкен бөлме. Осындай екі секцияны бір-біріне жалғадым. Отопление 500 квадратқа арналған. Әңгіме жоқ, үлкен екен, бағасы да өсіп бара жатыр күннен күнге. Мен бұрында алып болған болатынмын, оны 500 мың жобасында. Бірақ ол қазір 600 мың болып кеткен, масқара. Міне мына жерде жаңа осынан бұрын салған бір видеода көрсеттім. Мына жерде құрылысшылар ағаш салып кеткен, соның бәрін қопарып алып тастайды. Себебі сырттан ызғар тартады. Сосын барып ісінеді да жарылады. Стенадан трещина пайда болады. Міне осы жерден алып келеміз да, бұл жерден шығады. Вай, айналып кете береді. Айналып. Мынау енді кіреберісте туалет, ванна, санузел деп айтамыз. Сол достар, жұмыс қызу жүруде. Қазір мен астың қабатты сіздерге көрсетіп кетейін. Мұндай бізде астың қабат бар, онда әлі жарықпен қамтамасыз етілмеген. Осы жоғарыдан өткізіліп кетті. Қойылып кетті жаңағы радиаторлар. Бұл радиатор алюмин. Ары жоғарыға да алюмин болады, бірақ сондай қойғым келді. Міне жақтан келеді да, бұлайнан стенамен кіріп кетеді. Сосын бойынан аламыз да, астынан саламыз. Осы көп адамдар түсінбей жүрген шығар, не үшін астынан, не үшін жоғарыдан емес дейді да. Себебі бұл жерде ауа шығару керек болады да. Ауа деген астында жүрмейді, ауа деген көп жерлерде жоғарыдан тұрады. Оны білетін шығар көптеген азаматтар. Автомобильдерде болсын, жүйрелерде болсын, жаңағындай насоспен жаңағындай двухтрубный система отопления бар ғой, жаңа пластик трубадан. Оның расширительный, вакуумный расширительный бачок болады. Оларды вакуумный бачок деп айтылады. Сол бұл давление сияқты, давлениемен жұмыс жасайды. Ол жерде жаңа далада шығып тұрмайды, давлениемен жасағасын ауаны жоғарыдан шығару керек болады. Ал астынан отопление жалғайсыз. Сол себептен үстінен тек ауа шығаруға ыңғайлы болу керек. Егер де мынандай жолы бар, мына жақтан кіріп, мына жақтан шықса, егер де, мысалы, мынақтан подача кірсе, мынақтан обратка шықса, мынақтан ауа шығаруға болады. Ол жөнді да. Себебі дейді, ауаның бәрі жоғарыға кетіп болады. Физиканы білетін адамдар бар шығар. Жалпы мен астынан кіргізіп,
мына астан шығарып жібереміз. Себебі ауаны үстінен шығарып жіберсеңіз, ол мына жерде пармен тұрады, ішінде давлениемен тұрады ол. Енді қаланың үйдегіндегі қатты давлениемен тұрмайды. Бір жарым жобамен екі жақындап жобалап. Енді өзінің қайнатқан қазанның қызғанына байланысты. Бұйырса үйіміз толықтай біткеннен кейін тағы да түсірілім көрсетіп өтемін. Қарап өтесіздер. Құрылыс жөнінде мен өте қатты көп түсірген жоқпын. Бірақ ат үйді түсірдім, қалай салынған үйдің сіздерге көрсетіп кетемін. Енді менде тек үйдің проекциясы өзгергендіктен, яғни канализация жағы кішкене қиындау соғып тұр. Өзгеріс болғаннан кейін сол болады. Қаяқтан жіберемін енді, қалай болады деп. Солай достар, жоғарғы қабат кәдімгі бірінші қабатымыз деп айтуға болады.